Іш қату көптеген адамдар ұялып айтпайтын мәселе. Жылдар бойы олар ауырсынуға, іштің кебуіне және ауырлыққа шыдайды. Біраз уақыттан соң бұл қалыпты жағдайға айналады. Бірақ шешімі өте қарапайым. Бүгін біз сіз білмейтін бір тәсіл туралы айтамыз. Бір стакан жеткілікті, ішек жұмыс істей бастайды. Бұл видеода біз 5 минут ішінде табиғи, қауіпсіз және қолжетімді сусын жайлы айтамыз. Үйде оңай дайындалады. Ол ішекті іске қосады, ас қорытуды жақсартады, нәжісті жұмсартып, ішекті тазалайды. Ұзақ әсер береді. Үйреніп кету қаупі жоқ. Неге іш қатуға қарсы дәріханалық дәрілер қауіпті екенін түсіндіреміз. Іш қату бұл жай ғана ыңғайсыздық емес. Бұл денеңіздің улануды шығара алмай жатқанын білдіретін белгі. Қалдықтар ішекке 2-3 күннен артық тұрса, уыттар қайтадан қанға сіңіп, улану басталады. Осының салдарынан үнемі шаршау, бас ауыру, тері мәселелері, ашуланшақтық, әлсіздік пайда болады. Іш қату жиі болса, ол геморрой, анальды жаралар, қабыну және ішектегі басқа проблемаларға алып келеді. Егер үнемі іш жүргізетін дәрі қолдансаңыз, ішектің табиғи жұмысы әлсірейді. Олар үйреніп кетуге келеді және жағдайды ушықтырады. Сол себепті тез әсер ететін, бірақ ішекті бұзбайтын, табиғи жүйені қалпына келтіретін тәсіл қажет. Бұл ұсынатын табиғи рецепт кефир мен май ұйықтар алдында немесе таңертең аш қарынға ішу керек. Негізгі бөлікке өтпес бұрын еске саламыз. Көрермендердің 70% арнаға жазылмаған. Жазылып, жаңа видеолардан хабардар болыңыз. Бізге қолдау көрсетіп, пайдалы кеңестермен бірінші болып танысыңыз. Бұл рецепт жылдам және жұмсақ әсер етеді. Ол жиі қолданылады. Жағымсыз әсері жоқ, тек 2 компоненттен. Ішекті тез іске қосады. Құрамы 200 мл жылы кефир, суық болмайды. Біраз қасық зәйтүн немесе зығыр майы. Кефирмен араластырып, бірден ішіңіз. Таңертең аш қарынға немесе ұйықтардан 2 сағат бұрын 5-15 минут ішінде ішек перистальтикасы басталады. Табиғи қозғалыс еш ауыртпай оянады. Кәдімгі клизма сияқты әсер бермейді, ауыртпайды. Бұл сусынға үйреніп кетпейсіз, ішек микрофлорасын жоймайды. Тіпті жедел көмек ретінде де пайдалануға болады. Жүйені шұғыл іске қосу қажет болса, аптасына 1 рет ішу жеткілікті. Эффект ұзақ сақталады. Қосымша су ішсеңіз, нәтиже артады. Неге? Талшық маңызды. Себебі ол ішекке көмектеседі. Кефир ішкі процесті іске қосады. Ол пробиотик пен сүт қышқылын қамтиды. Олар ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. Ас қорытуды жақсартып, ішкі процестерге қолайлы орта жасайды. Бұл ішкі мүшелердің табиғи жұмысын қамтамасыз етеді. Перистальтика жеңіл әрі ауыртпай оянады. Май тітіркендіруді азайтып, нәжістің шығуын жеңілдетеді. Ішектің қабырғасын жабады. Ішкі мазмұнды жұмсартып, қозғалысты жеңілдетеді. Нәтижесінде нәжіс ауырмай, қиындықсыз шығады. Кефир мен май бірігіп әсер етеді. Қуатты әсер береді. Бірге ішек жолдарын босатады. Қозғалысты бастайды және тоқырауды жояды. 5-15 минутта әсер сезіледі. Жұмсақ, қауіпсіз және тәуелділіксіз. 5-15 минут жұмсақ, қауіпсіз және үйреншіктілік тудырмайды. Егер айран жақпаса, басқа да сенімді қолжетімді тәсілдер бар. Бірінші әдіс – жылы су, бал және лимон. 1 стақан жылы суға 1 шай қасық бал мен 1 шай қасық жаңа сығылған лимон шырынын қосып, таңертең аш қарынға ішу. Асқазан жұмысын белсендендіреді, бауырды қозғайды және ішекті табиғи жолмен оятады. Екінші әдіс – қара өріктің тұнбасы. 5 дана қара өрікке қайнаған су құйып, 15 минут тұндырып ішіңіз және өзін де жеңіз. Кешке ішсеңіз, таңертең әсер етеді. Үшінші әдіс – зығыр дәні. 1 шай қасық зығыр дәнін 1 стакан қайнаған суға салып, 30-40 минут тұндырып, гель тәрізді қоспа пайда болған соң түнде ішу керек. Бұл ішектің кілегей қабатын жұмсақ түрде қаптайды.
тазарту процесін тітіркендірмей бастайды. Төртінші әдіс қызылша мен қара өрік. Бір пісірілген қызылша мен 4-5 дана қара өрікті майдалап, 1 шай қасық зәйтүн майымен араластырып, таңертең аш қарынға немесе ұйықтар алдында жеңіз. Бұл өт айдауын арттырып, ішек перистальтикасын қозғайды. Қара өрік жеңіл іш жүргізетін болса, май оның әсерін күшейтеді. Бесінші әдіс чия тұқымының суы. 1 стақан жылы суға 1 ас қасық чия тұқымын салып, жарты сағат тұндырыңыз. Таңертең немесе кешке гелмен бірге баяу ішіңіз. Тұқым құрамындағы талшықтар суда ұстап, ішек ішіндегі затты жұмсақ түрде ілгерілетеді. Бұл тәсіл профилактика үшінде жақсы тәсіл. Алтыншы әдіс аскөк дәнінің тұнбасы. 1 шай қасық аскөк дәніне 1 стақан қайнаған су құйып, 15-20 минут тұндырып, таңертең немесе кешке жылы күйде ішіңіз. Аскөк түйілуді азайтады, ас қорыту мен ішек жұмысын жақсартады. Әсіресе іші қатып, желдену мен ауырлық болғанда көмектеседі. Сізге не көмектесетінін табыңыз. Араластырсаңыз да болады. Ең бастысы нәтижені сақтау. Міне, ішекті қалпына ұстау көмектесетін 4 кеңес. Күніне кемінде 1,5 литр таза су ішіңіз, құрғақ нәжіс болмасын деп. Екінші, талшықты тағам ішіңіз, көкөністер, жемістер, сұлы. Үшінші, уақытпен әжетханаға бару әдетін қалыптастырыңыз. Мысалы, таңғы астан кейін. Күнделікті 15-20 минут қозғалыс ішекті белсендендіреді. Қан айналымын жақсартады және ішекке көмектеседі. Бұл ережелерді сақтасаңыз, запорды ұмытасыз. Алайда бұл сусындар барлығына жарамайды. Егер гастрит немесе жара болса, айран, лимон, сірке суын дәрігермен кеңесусіз ішуге болмайды. Қайта асқындырып жіберуі мүмкін. Асқазанға сезімтал адамдарға тек рұқсатпен ғана майлар ішу керек. Айран немесе лимон жақпаса, түймедақ тұнбасы, зығыр тұнбасы жақсы. Олар жеңіл, сирек жанама әсер береді. Ең бастысы қауіпсіздік. Алдымен аз мөлшермен бастап реакцияны бақылаңыз. Тіпті ең тиімді үй рецептерде толық диагностиканың орнын баса алмайды. Кейде созып жүруге болмайды. Егер іш қату 3-5 күннен ұзаққа созылса, мамандарға бару керек. Кездейсоқ тоқтап қалулар. Бұл бір басқа. Бірақ егер ішек 3 күннен артық үндемесе, бұл алаңдататын себеп. Егер мынандай дабыл белгілер болса, нәжісте қан, кенеттен пайда болған ауырсыну, салмақ жоғалту, тұрақты іштің кебуі, немесе жүрек айну. Мұндай белгілерді елемеуге болмайды. Бұл жай ғана іш қату емес, елеулі қабыну немесе басқа да бұзылыстар болуы мүмкін. Егер іш қату үнемі қайталанса, мәселе әлде қайда тереңде болуы мүмкін. Қалқанша безі, бауыр, өт қабы жұмысының бұзылуы, немесе созылмалы асқазан ішек аурулары. Мұның бәрі мұқият тексеруді және дәрігердің бақылауын талап етеді. Егер ағза белгі берсе, оны кейінге қалдырмаңыз. Үй жағдайындағы емдеу әдістері тек көмекші құрал, бірақ негізгі емнің орнына емес. 1 стақан ғана және ішек іске қосылады. Бұл рецепттер ішекті жай ғана тазартпайды. Олар оның табиғи жұмысын қалпына келтіреді. Әсіресе егде жастағылар үшін өте маңызды. Себебі жасы ұлғайған сайын ағза сезімтал бола түседі. Ең бастысы, бұл әдістерді бір реттік емес, жүйелі түрде қолдану, көбірек су ішу, талшық, яғни клетчатка тұтыну және белсенді қозғалыс қосу. Сонда іш қату өткен шақта қалады. Бұл видеоны жақындарыңызбен бөлісіңіз, әсіресе ішек мәселесі жайлы айтуға ұялатын, бірақ іштей қиналып жүрген адамдармен. Олар қарапайым шешімдер бар екенін білсін. Пікірге жазып қалдырыңыз, қай әдіс сізге ең тиімді болды? Сіздің тәжірибеңіз басқаруға көмектесуі мүмкін. Каналға жазылыңыз. Мұнда тек дәлелденген және жұмыс істейтін денсаулыққа арналған кеңестер. Суға езілген бос уәделерсіз. Жаңа рецепттер мен ұсыныстарды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.